Қан майданның жүректе жарасы бар, қайғысы мен зілі бар, наласы бар. Арамызда жүретін алшаң басып, ардагерлер азайып барасыңдар. Қастерлейді халқымыз қаһарманын, жүресінде сан жарық сапарларың. Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, қалдау сүйреп бұл күнде қатарларың. Ерлік сүйген еліңе салтың ұнар, жүздеріңде жанған от жарқылы бар. Соғыс деген салмағын жалғыз сөздің, бүгінгі ұрпақ өздерің арқылы ұғар. Деп ақындарымыз жырлағандай, сол бір жылдар туралы не білеміз? 1941 жылы 22 маусымда фашистік Германия Кеңес одағының жеріне еш ескертусіз соғыс жарияламастан баса көктеп кіріп келді. Соғыстың алғашқы 5 айында мемлекеттің 5% халқы тұратын аудандарын жаулап алып үлгерді. Осы соғыста жерін қорғап қалуға ат салысқан панфиловшы аға лейтенант Бауыржан Момышұлы ағамыз туралы айтқым келеді. Ол Мәскеудегі шайқаста өз батальондарын жинап, жау қоршауын 3 рет бұзып шықты. Бауыржан Момышұлы полковник лауазымымен 9-шы гвардиялық атқыштар дивизиясының командирі болып аяқтады. Аталмыш соғысқа 1,5 миллионнан астам қазақстандық ұл-қыздарымыз соғысқа аттанып, олардан 600 мыңнан астамы елге қайта оралмады. 9 мая – самый значимый, большой праздник для нас всех. Ведь это День Победы. В этот день мы передаем память о наших защитников и предков, нашим грядущим поколениям. А также, как мы все знаем, Германия и СССР подписали мирный договор спустя 10 лет. И спустя только несколько десятилетий мы начали праздновать День Победы. А также 9 мая в истории СССР был самый масштабный салют. Было около 30 тысяч выстрелов. И тем самым был огромный, красивый салют для всех жителей СССР. The 9th of May, the day of victory over fascist Germany in World War II of 1941 and 1945, is one of the holidays most respected in the world. This holiday is a day of many countries, in addition in Kazakhstan. This holiday was celebrated for the first time in 1945, and when Moscow organized the victory parade in the Red Square. People of Kazakhstan pay a great attention to this holiday, since this date symbolizes the protection of the motherland from enemies. Furthermore, a lot of Kazakh people died defending their motherland. Алғашқы ұрыс па болам? Иә. Қай жақтан боласың? Ақмоладан. Мен Алматыданмын. Алматыда әдемі шығар. Иә, әдемі. Сен балам қорықпа. Біз олардың тас талқанын шығарамыз. Отан үшін отқа түс. Күймейсің деген. Қайта олар бізден қорқсын. Екінші дүниежүзілік соғысқа 34 миллион 476 мың адам қатысты. Қан майданға Қазақстанның әрбір 5-ші азаматы аттанды. 601 мың 815 жауынгер елімізге оралған жоқ. Майдангерлер,
Қан майданның жүректе жарасы бар, қайғысы мен зілі бар, наласы бар. Арамызда жүретін алшаң басып, ардагерлер азайып барасыңдар. Қастерлейді халқымыз қаһарманын, жүресінде санжарық сапарларың. Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, қалдау сирек бұл күнде қатарларың. Жасылмен бояп қойған ба, жап-жасыл таудың бөктерін, қырлар да мына ойлар да жап-жасыл болып көктеді, соғыстың соңғы көктемі. Қасым Аманжол, сен фашистсің, мен қазақпын. Сен фашистсің, мен қазақпын, өзің айтқандай азиатпын. Сен аспаны жұлдыз қақтың, мен далада түйе бақтым. Енді мынау қарайсың тек, дәрмені жоқ көзіңнен жеп, арланасың, қорланасың, тұтқын болдың тағы да деп. Егерде мен түссем қолға, қамыр едің ау темір торға, алай болай, болмайды болай, біздің бақыт, сіздің сорға. Ростик нового сизого орла, которого любила. Ой, ты песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем свет, и большой на От Катюши передай привет. и бойцу на дальнем пограничье. От Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышат, как она поет. Пусть он землю прижит. А любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.